Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алла тағаланың атымен бастаймыз. Әуелі барлық мадақ Алла тағалаға болсын. Одан кейін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді көрермен қауым, сіздер өнегелі өмір бағдарламасын көріп отырсыздар. Бүгін біз Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам Хадишаға үйленуі және оның перзенттері туралы сөз етеміз. Хадишаға қызметкері Майсара Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам тамаша жан екендігін, жас жігіттің қасында жүріп көптеген ұнамды қасиеттері мен абыройлы мінез құлықтарын көргенін, оның терең ойлығына, шыншылдығына және сенімділігі мен адалдығына куә болғанын әңгімелеп береді. Бұларды естіген Хадиша Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам өмір қосуға тұрарлық жан екенін түсініп, оған көңіл ауады. Жалпы Хадишаға үйленуге тайпа көсемдер мен мырзалар ынтық болатын. Бірақ Хадиша олардың ешбіріне ыңғай бермейтін. Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам жар болуды қалаған Хадиша көңіліндегі ойын құрбысы Нафиса бинт Муниямен бөліседі. Сөйтіп, құрбысы Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам барып, оған Хадишаға үйленуіне ұсыныс жасайды. Бұл ұсынысты қабыл алып, келіскен Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам көкелерін Хадишаға құда түсуге жібереді. Көкелері Хадишаның немере ағасымен кездесіп, қарындасын інілері Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам айттырып құдаласады. Құдалықтан соң болашақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Хадишаға үйленді. Неке келісіміне Хашимилер әулетінің өкілдері мен Мудар тайпасының ақсақалдары қатысты. Неке келісімі бойынша Хадиша махріне Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам 20 жас түйе алды. Арағы 15 жыл салып, пайғамбарлық шуағына бөленген бұл шаңырақ Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Шам өлкесінен оралған соң 2 айдан кейін көтерілді. Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам күйеуге шыққан кезінде Хадишаның жасы 40-та болатын. Өз уақытында Хадиша Құрайш тайпасының ең текті, ең бай, әрі ең ақылды еледі. Хадиша Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам алғашқы әйелі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Хадиша қайтыс болғанға дейін басқа әйел алған емес. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол қыздарының барлығын дерлік Хадиша анамыздан сүйді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Мадинада көрген ұлы Ибрахимнің ғана анасы бөлек. Пайғамбарымыз бен саллаллаху алейхи уассалам Хадишаның тұңғыш ұлдары Қасим. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам осы ұлының есіміне орай Абул Қасим, Қасимнің әкесі деген күнәмен аталған. Болашақ пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам шаңырағында Қасимнен кейін Зайнаб, Руқайя, Умму Күлсум және Фатима есімді қыздар, сонан соң Абдуллах атты ол бала өмірге келді. Абдуллах Таиб және Тахир дейтін лақаттармен аталатын. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам ол балаларының барлығы жас кездерінде шетінеген. Ал қыздары Зайнаб, Руқайя, Умму Күлсум мен Фатималар әкелеріне пайғамбарлық міндет жүктелгенде ислам қабылдап, мұсылмандармен бірге Меккеден Мадина қаласына қоныс аударып, сол кездегі оқиғалардың бел ортасында жүрді. Бірақ Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам ең кенже қызы Фатимадан басқа қыздарының барлығы әкелерінің көз түрсінде дүние салған. Фатимада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көз жұмғаннан кейін 6 ай ғана өмір сүріп, сүйікті әкесінің соңынан аттанды. Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам 35 жасында Құрайштар араб тайпаларының киелі орны қасиетті Қағбаға құрылыс жұмыстарын жүргізіп, оның ғимаратын қайта көтермек болды. Бұған дейін Қағба Исмаил пайғамбардың кезіндегідей үлкен тастармен өрілген, биіктігі 9 білек, төбесі жабылмаған дуал қоршау еді. Төбесі жабылмағанын пайдаланған бір топ ұрылар Қағбаның ішіндегі қазыналарға ұрлыққа түскен жағдайлар кездескен. Оның үстіне көне ғимараттың дуалдары жарылып, шытынаған болатын. Аллах елшісіне саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық міндет жүктелуден 5 жыл бұрын Меккені тасқын сел алып, Әл-Харам мешітінде басқан болатын. Селдің себебінен Қағбаның қабырғалары үгітіліп, көшіп, сыр бере бастады. Қасиетті үй құлаудың алдында тұрғанда. Сондықтан Құрайштар Қағбаның мәртебесін сақтап қалу үшін ғимаратты қалпына келтіруге мәжбүр болды.
Сөйтіп олар жөндеу жұмыстарына ұйымдасты. Және құрылысқа жұмсалатын қаржы адал еңбекпен табылған, өсімқорлық саудадан түспеген, ешкімнен күшпен не қиянатпен тартып алынбаған қаражат болуы керек деп келісті. Бастапқыда Құрайыштар ғимаратты қайта тұрғызбақ болғанда, Аллахтың қаһарынан қорқып, Қағбаның қабырғаларын құлатуға батылдары бармады. Олардан Валид ибн Муғира әл-Мағзуми бірінші болып, дуалдың іргесін ажыратып, бұзып ала бастады. Қалғандары оған ештеңе болмаған көрген соң, жапа-тармағай, асарлата, қарқынды түрде жұмысқа кірісті. Бұзу жұмысы Қағбаның кезінде Ибрахим алейхиссалам қалаған іргетасына жеткенге дейін жалғасты. Содан кейін олар Қағбаны бірнеше бөлікке, әрбір руға бір-бір бөліктен бөліп, ғимаратты қайта көтермек болды. Әрбір ру өздеріне тиесілі бөліктен дуалын өруге керекті тастарды жеке-жеке жинады. Сөйтіп, Қағбаның құрылысы басталып кетті. Құрылыс жұмыстарын византиялық Бакум деген ұста басқарды. Қағбаның дуалы қара тастың орнына дейін қаланғаннан соң, Құрайыштардың арасында қара тасты орнына қою мәртебесіне кім ие болады деген мәселемен дау-дамай басталды. Бұл мәртебеге әркімнің де таласы бар еді. Талас тартыс 4-5 күнге созылып, ушыққандығы соншалық оның соңы қасиетті аймақта соғыс өртінің тұтануына апарып соға жаздады. Сол кезде Абу Умайя ибн Муғира әл-Мағзумиге бір ой келіп, ол тайпаластарына бұл дауға мешіттің қақпасынан бірінші болып кірген адам төрелік айтсын деп ұсыныс тастайды. Құрайыштар оның ұсынысын мақұл көріп, бір ауыздан келіседі. Аллахтың қалауымен мешіттің қақпасынан бірінші кірген Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам болды. Оны көрген жұрт даурығып, бұл Мұхаммед, ол сенімді, біз оның төрелік айтуына келісеміз деп шуылдап, оның келуін барлығы көш көреді. Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам олар жапа-тармағай қарсы алып, өздері келісе алмай, дауласып жатқан істерінің жай жапсарын түсіндіріп, шешім айтуын сұрайды. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бір жамылғы алдырып, жерге төсеп, қара тасты соның үстіне қояды да, дауласып жатқан рубасыларынан жамылғының шет-шетінен ұстауды сұрап, барлығына бірдей көтертеді. Рубасылары қара тасты көтеріп, орнына әкелгендерінде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам тасты өз қолмен алып орнына қояды. Бұл дана шешім ешбірінің көңілінде түйірдей түйткіл қалдырмай, барлығын қанағаттандырды. Жұмыстың ауқымы үлкен болғандықтан Ибрахим пайғамбар қалаған іргетастың барлығын қайта тұрғызуға Құрайыштардың ажыратқан адал қаражаттары жетпей қалды. Сонда олар Қағбаның солтүстік жағынан 6 білектей орынды ғимаратқа кіргізбей, сыртта қалдырды. Бұрын Қағбамен бір тұтас болған бұл орын Әл-Хижр немесе Әл-Хатим деп аталады. Қағбаның есігі жерден 2 метр биіктікке жоғары орнатылды. Құрайыштар мұны Қағбаға өздері қалаған адамдарды ғана кіргізу ниетімен жасаған еді. Құрылысшылар ғимараттың биіктігі 15 білекке көтерілгенде Қағбаның ішіне 6 тіреу орнатып, оның төбесін жапты. Осылай Қағба құрылысы аяқталған соң 4 бұрыш шамалас пішіндегі жерден 15 метр биіктікке көтерілген ғимаратқа айналды. Осымен бүгінгі бағдарламамыз бүгінше өз мәресіне келіп жетті. Аман-есен келесі хабарларда жүздескенше. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.